Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жылдам әрі оңай дайындалатын пирог королевская ватрушка дайындайтын боламыз. Дәмі аузыңда еритін қамыры песочны, бұл пирог небәрі 1 минутта дайындалады. Ол үшін бізге осы продуктілер қажет болады. Ұн, қопсытқыш, ванилин, сармай салқын, сүзбе, қант, тұз, жұмыртқа және де консервадегі абрикос. Ең бірінші термомикс чашысына ұнды салып өлшеп аламыз. Сарымай салқын тоңазытқыштан болу керек. Біздің қамырымыз песочный болу үшін. Қопсытқыш қосамыз. Тұз, ванилин, 10 секунд 6 жылдамдықта араластырамыз. Пирогымыздың қамыры дайын болды. Осы уақытта пешті қыздырамыз. Қамырдың жартысынан көп бөлігін формаға саламыз, ал қалған 1/3 бөлігін басқа ыдысқа салып тоңазытқышқа алып қоямыз. Қабырғасының биіктігін 3-4 см биіктік қып қалдырып, ортасын стаканмен осылай басамыз. Қамыры дайын, енді начинкасын дайындасақ, ол үшін бізге сүзбе қажет болады. Жұмыртқа, қант, бір минут 5 жылдамдықта айналдырып аламыз. Начинкасы дайын, енді бағанағы формаға құямыз. Оған абрикос қосып, сәл батырамыз. Қалған қамырды үстіне себеміз. Қызып тұрған пешке салып, 40 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын, жылдам әрі оңай дайындалатын бұл пирогты міндетті түрде жасап көріңіз. Сәндесеңіз болады. Достар, егер видео ұнаса, онда каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.